өте қатты жақсы көремін. Өзім сүйіп жейтін құртты қалай жасайды екен деген сұрақ пайда болды. Сол сұрақтың жауабын іздеп зерттеу жұмыстарын істедім. Құрт жасаудың жолдарын маған анам үйретті. Құрт сүт өніміне жатады. Сиырды сауып, сүтін пісіру керек. Піскен сүтті жылы кезінде ұйытқы қосып, айран ұйыту қажет. Ұйыған айранды 10-15 минут қайнату керек. Сол кезде айраннан сары суы шығады. Сары суы ағып кету үшін матадан жасалған қалтаға қою керек. 9-10 сағатта сары суы ағып, қалтада сүзбе ғана қалады. Сол кезде сол сүзбеге тұз араластырып, әртүрлі пішінде құрт жасауға да болады. Құртты күн жақсы түсетін жерге қойып қою керек. 3-4 күнде құрт қатады. Содан соң құртты жеуге болады. Асқа арналған әртүрлі түстерді сүзбеге араластырып, түрлі түсті құрт жасауға да болады. Құрт денсаулық үшін өте пайдалы. Оның құрамында кальций бар. Балаларға кәмпит жегенше құрт жеуге де ұсынамын. Құрт жасаудың тағы бір жолы бар. Оны мен сіздерге келесі бағдарламада үйретемін. Кездескенше қош, сау болыңыздар.